Елдегі ауқымды өзгерістер қарсаңында Аманат партиясының Жамбыл облыстық филиалы сайлауалды бағдарламасын түзіп, азаматтардың тұрмысын түзету, жағдайын жақсартуға көңіл бөледі. Атап айтқанда, 2027 жылдың соңына дейін өңірде кемінде 84 мың жұмыс орны құрылады. Ауыл тұрғындардың тұрмысын көтеру пилоттық жобасы арқылы ауылдағы әр ауланың табысы 4 жыл ішінде 157 мың теңгеге дейін ұлғаймақ. Сондай-ақ облыстағы шағын және орта кәсіпкерлікпен айналысатындардың санын 147 мыңға дейін жеткізу жоспарда бар. Тұрғындарды баспанамен қамту үшін 2027 жылға дейін облыста 9-1 мың пәтерлік 156 тұрғын үй салынады. Тұрғындарды таза сумен қамту мәселесін шешу үшін 69 елді мекен орталықтандырылған таза ауыз сумен қамтамасыз етіледі. Өңірде 18-де 7 мың орындық 65 мектеп құрылысы жүргізіледі. 4 жыл ішінде 15 денсаулық сақтау нысаны пайдалануға беріледі. Нар Тәуекел 19 наурызда Аманатқа дауыс бер.